Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін сіздерге бір нәрсе көрсетейін деп отырмын. Көп елдер айтады да, на кобальтта, на кобальтта да тұр ғой. Соны ма деген мануал не үшін керек дейді да, бұл вообще қажеті жоқ қой деген әңгіме айтады да. Не үшін да жүре бермейді деп. Мысалы, дан жүрсең, мысалы, мен қазір анау Медеуден түсіп келе жатырмын. Түсіп келе жатсаң, өзі түсіп келе жатыр, өзінен өзі. Скорость ауыспайды ғой. Қырдан түсіп келе жатқан кезде 3000 оборотқа дейін кете береді. Ауысты, кейбір спусктарда ауыспай қалады. Деп аңырап кетеді да. Көрдің бе, аңырап кетті. Осындай кездері жақсы да, мына мануал деген. Мұны аласың да, 4-те тұрма, алып 5-ке қойып қоясың, болды, өзі накатпен кете береді. 60-тан асқаннан соң 6-ға салып қоясың, сосын 6-мен түсіп кете бересің. Мануал деген осыған жақсы да. Осы қырлардан 5-тен ауыспайды өзі. 5-те тұрады, 1,5 оборот ұстап. Мануал не үшін керек дегендерге осы үшін керек. Мен осы қырлардан түскен кезде осыны көп қолданам. 90% адамдар қолданбайды ғой, осыны қажеті жоқ қой деп бір-екі жерден естіп едім да. Қалай керек жоқ бұл? Керек нәрсе ғой бұл. Өте керек нәрсе болса, қырдан түскен кезде әдемі да. Машина сүйреген кезде де бір-екі рет машина сүйрегем. Енді дальний расстояние емес, жақын 2-3 километрге көмектесіп жіберші дегендерге сүйрегем. Сол кезде аласында 2-ге қойып қоясың. 1-мен қозғаласында 2-ге салып аласында 2-мен жайлап сүйреп кете бересің. Д-да тұрса біресе 3-ге салынып, біресе қайтадан 2-ге салынып кішкене нагрузка түседі да. Неге? Коробкаға. Сол үшін коробкаға нагрузка түсірмес үшін осылай істеп қоясың. 50-ден асты, қайт 5-ке сақ қоясың. 60-тан асады, 60-тан асқаннан соң 6-ға сақ қоясың. 70-тен асқаннан соң ауысады екен. 70-тен ассын. 6-ға сақ қойдым. 6-мен есеп 70-пен түсе бересің. 1,5 оборот ұстап отырады. Жайлап. Мысалы, осындай кезде драйвқа салсаң, нарыда 3000 оборотқа дейін көбейіп кете береді да, қанды ішіп. Драйвта спусктан түскен кезде сондай ғой. Резко ауыса бермейді да. Нагрузка түспесе ауыспайды. Сосын мұны мануалмен келе жатқан кезде, мынандай светофорға тоқтаған кезде, тоқтайтын кезде аласыңдар да, драйвқа қоя саласыңдар. Ештеңе қылмайды, на ходу ауыстыра беріңдер. Келдік, солға қарай кетеміз біз. Шулдап отырып. Қырға шыққан кезде драйв жақсы. Спускқа түскен кезде мануал жақсы ғой, в общем.